Hello, dear pupils. Құрметті оқушылар, біз бүгін 7 сыныптың 2 тоқсандағы ТЖБ-ға, яғни 90 бойынша жиынтыққа талдау жасайтын боламыз. Әрине, 90-дық жиынтықта енді бізде 4 дағдының барлығы болады. Бірінші біз listening, яғни тыңдалымнан бастаймыз. Task 1. Do the matching exercise 1 to 5 while you listen to the recording. Complete the table with the correct place from the box above. Яғни бұл тыңдалым, тыңдап біз 1-ден 5-ке дейінгі, яғни әртүрлі спикерлерді тыңдап, және мынау қоршалып тұрған, яғни қарайтылып тұрған 5 сөзді біз A, B, C, D, E-ға қойып шығуымыз керек. The speaker wants to go to, яғни бұл айтылып жатқан адам қай жаққа барады, мынау бесеудің. Енді мен оны дұрыс жауабынан көрсетемін. Және бізде мына сұраққа 6-шыда жауап беру керек. What time is the train back to London? Яғни пойыз Лондонға қашан қайтады? Деген сұраққа бұны ашып жазуымыз керек. Сонда 6 сұрақ барлығы мінекей дұрыс жауабы. Біріншісіне Cambridge, екінші спикер Манчестер, үшінші Оксфорд, төртінші Exeter, бесінші Лондон, және 6-шы сұрағымызға 4:20 p.m. немесе 16:20. Негізі олар 4:20 деген қолданылады, 16:20 деп айтпайды. Бірақ бұны оқушы білмей жазып қойса, бұны да қабылдайды мұғалім. Өйткені оларда 24 сағат жоқ, яғни олар 12 сағатпен есептейді. Тек қана соңына PM, EM деп қосады. Енді келесі reading, мен текстті аударып беремін қазір, және де дұрыс жауабын сол кезде тоқталатын боламыз. Екінші тапсырма бізде reading, яғни текст бойынша сұрақтар беріледі. Holidays in space, яғни бұл ғарыштағы демалыстар деген сияқты мағына. The World Tourism Organization says that space will soon be a popular place to go on holiday, possibly by 2020. Яғни бүкіл әлемдік туризм ұйымы айтады. Яғни ғарышта жақында бір демалысқа барып қайтатын жерге айналады. Мүмкін ол 2020-да дейді. One Japanese company is getting ready. Бір жапониялық компания бұл дайын отыр осындайға. They are planning a space holiday center. Олар сол ғарышқа баратын орталықты дайындап отыр. It will look like a bicycle wheel and have a hotel for 100 people and a theme park. Бұл яғни ол жаққа велосипед дөңгелегі сияқты болады, және отель бар, ішінде 100 адамдық, және де парк болады. It will travel around the earth at a height of 300 km. Ол яғни 300 километр аралықта жерді айналып өтеді. The company hopes the center will be ready in 2017. Бұл компания үміттенеді, ол 2017 жылы дайын болады деп. The company chairman says that flying to the center will probably be quicker than flying from Hong Kong to Singapore. Яғни компанияның басшысы айтады. Яғни бұл жерге барып келу Гонконгтан Сингапурге дейін ұшудан да оңайырақ болады, тезірек болады деп айтады. When they are on board on the center, the tourists will take short trips to the moon or go for walks in space. Олар, яғни орталықта болған кезде, туристер айға барып қайтады, және ғарышта жаяу жүрулеріне болады. An American hotel group is also thinking of building a hotel called the Lunar Hotel. Американдық осы қонақ үйдің группасы қонақ үйді тағы салғысы келіп жатыр, Lunar қонақ үй деп аталады. This will be on the moon, яғни бұл сол айда болады. Most of the hotel will be under the ground, so it won't become too hot or too cold. Көптеген қонақ үйлер жердің астында болады, сондықтан олар ыстықта емес, суықта емес дейді. The rooms will look just like they do on Earth. Бөлмелер осы жердегідей болады.
The guests will eat normal food for lunch. Қонақтар түскі асқа кәдімгі нормально жақсы тамақ жейді. The cooks will just push a button to mix dried food with water to become an instant meal. Яғни тамақтар былай болады, кәдімгі құрғақ тамақты сумен араластырған кезде, яғни дұрыс тамақ шығатындай қылып, тез-тез қылып жасайды. Енді тапсырмаларға көшейік. Екі бөлікке бөлініп тұр. Part 1. Read the article again and give answers to the questions. Write no more than 3 words or a number. Яғни сұрақтарға жауап береміз. 3 сөз немесе сан жазуымыз керек. How many people will be able to stay at the hotel? Қанша адам тұра алады дедік? 100 дедік, 100. When will the center be ready? Қашан дайын болады? 2020-да, Where will tourists be able to travel while they are at the center? Қай жақтарға саяхаттайды орталықта болған кезде? Олар айға, moon. Where will most of the hotel on the moon be? Отельдер қай жерде болады? Айға барған кезде олар жердің астында. Under the ground. Яғни жердің астында болады. Так, жауаптарын жазып қойдық. Part 2. Екінші. Read definition of the word from the text. Бізге яғни анықтама беріліп тұр. Соның сөзін табуымыз керек. A two-wheeled vehicle that a person rides by pushing on foot pedals. Яғни екі дөңгелекті нәрсе бұл бізде bicycle. Яғни бұл велосипедтің анықтамасы тұр. A large round object that circles the earth and that shines at night by reflecting light from the sun. This is moon. Домалақ, жердің серігі, түнде жарық болып тұрады, ол әрине ай, Неке жаздық. Okay, next, writing. Яғни бұл жазылым, жазу. Choose one of the topics below. Төменде тұрған тақырыптардың біреуін таңдауымыз керек. Topic 1. Read the beginning of the story and create your continuation. Әңгіменің басын оқып, жалғастыруымыз керек. Және ол үшін бізге мына планға сүйенсек болады, мына сұрақтарға жауап берсек жеткілікті. Last month I traveled to Italy. Өткен айда мен Италияға саяхаттадым. When I came to Italy, I realized that I had some problems. Мен Италияға келген кезде шамалы, яғни проблемам бар екенін білдім. Енді соның қандай проблема екенін және ол қалай басталды, қалай аяқталды, соны айтуымыз керек. Мысалға біз бір проблеманы айтамыз. What were the problems? Біз бәрін өткен шақта айтамыз. Сондықтан сұрақ қалай тұр, біз солай бастаймыз. The problems were, яғни сол шақта жазамыз, өткен шақта. The problems were, яғни мысалға, так, жоғалтып алдық десек, немесе ұрлатып алдық десек те болады. Так, қандай проблема? Немесе біз көшені таба алмадық, бізге керекті адресті таба алмадық. The problems were finding так, белгілі бір certain address. Бір белгілі бізге адресті таба алмадық. We're not finding certain address. How did you solve them? Мен мысалға бір туысқанның адресін таба алмадым дейді. It was street, көше, where my relative lived. It was street where my relative
live it in дегеніміз бұл көше еді, яғни мен туысқаным тұратын. Бұл маған керек, иә. How did you solve them? Яғни оны қалай шештің енді ол проблеманы. Сендер бұның бәрін қосып жазасыңдар, мен түсінікті болу үшін әр сұрақтың астына жауап ретінде жазып жатырмын. Енді мен көшедегілерден сұрадым деймін, иә. I asked the address from other Italian people. Так, сұрадым, яғни оларға мен түсіндірдім деймін. I explained, бәрін өткен жақта жазып жатырмыз. Мен солай өткен нәрсені айтып жатырмыз, иә. I explained my question in English. Мен оларға ағылшынша түсіндірдім. Олар көрсетті деген сияқты, иә. Then they show me the street. Олар маған көшені көрсетті. Енді соңы қалай аяқталды? At the end, яғни соңында. At the end, I thought that it was unforgettable. Travel, яғни бұл ұмытпайтындай саяхат болды. Italians very kind, яғни итальяндықтар өте мейірімді екен деп аяқтады мінекей. Сонда басын жазасыздар. Мінекей, the problems I asked, және at the end деп соңынан осының бәрін қосып жазсаңыздар, бір эссе сияқты шығады. Topic 2, енді екінші. Read the beginning of the story and create your continuation. Енді мен бұны сұрақтарын және өзін аударып берейін, және бұны мен көрсеткенде мысал қарап жазасыздар. Kyle and Steve were on board of the spaceship, the destination of which was Mars. Suddenly, Kyle looked out of the window and noticed something big with lots of flashing lights coming towards their ship. The ship's radio began to make noise, and everybody was waiting for something to happen. Then a little window at the end of the ship opened, and a small green creature appeared as if it was waiting outside. An alien! Kyle shouted, but people didn't hear him. Kyle мен Стив бұл ғарышта болды. Олар Марсқа қарай барып жатыр. Бір кезде Кайл терезеге қарап, бір жарықты көреді. Яғни олардың радиосы бір дыбыс шығарып, бір нәрсенің болуын күтіп тұрғандай. Содан соң кішкентай терезе ашылып, одан бір жасыл нәрсе шықты. Бұл инопланетандық деп айқайлады Кайл, бірақ басқа адамдар естімеді. Енді сендерге жалғастыру керек. What happened next? Одан кейін не болды? What did Kyle decide to do? Kyle қалай шешті, не істейді? Describe the end, дәл жаңағындай соңында не болғанын айтуымыз керек. Келесі тапсырма speaking. Яғни бұл айтылым. Жазып дайындалып, апайға айтасыңдар. You have to work in pairs, choose one card and discuss the questions. You have 1 minute to prepare and 2-3 minutes to talk.
бұл кезде жұппен жұмыс істеңдер, немесе мұғалім өзі айтады жеке немесе жұппен екенін. Біреуін таңдап, 2-3 минуттық әңгіме құрастыруымыз керек. Яғни сұрақтарға жауап беруіміз керек. Part 1. Енді мен бірінші тапсырманың үлгісін көрсетейін. What are the most interesting places in Astana? Яғни Астанадағы ең қызықты жерлерді айтуымыз керек. Біз қалай сұрақты солай жауап беруіміз керек. The most interesting places in Astana. Places are Астана соңына жіберсек болады. Бәйтерек монумент. Хан Шатыр. Бұлар қазақша болғандықтар, сендер бұны осылай жаза берсеңдер болады. Хан Шатыр, Думан. In Astana. Why do people enjoy visiting these places? Неге адамдар бұларға қызығады? Why деген соң біз because деп жауап береміз. Неге десе себебі. Because these places, яғни бұл жерлер, these places are amazing, тамаша, beautiful, and fun. Қызықты. What is the most exciting place to visit? Most exciting. The most, яғни ең тамаша, ең жақсы қайсысы? The most exciting place is. Және өзіңе ұнайтын таңдайсың. Is бәйтерек. Ең жақсы. How does it look like? Қандай? It looks like like бәйтерек tree. Яғни бұл өзі жасау дизайны бәйтерек ағашына ұқсайды, бәйтерек tree from fairy tale. Үнемі бізде ертегілерде кездеседі, алып ағашты сондайға ұқсайды. Why are these places popular among visitors? Бұлар неге атақты? Тағы да біз because деген жауап береміз. Because тағы да біз сипаттаймыз. They are interesting with different, яғни әртүрлі дизайнмен келеді. Different designs. Would you like to visit Astana again? Сен тағы да барғың келе ма? Десек, yes, I would like. I would like to go. Барғым келеді. Осылай. Және сұрақ неден басталып тұр? Көбінесе біз сонымен жауап береміз. Сондай көмекші. Үшінші бізде. Would you like to be an astronaut? Астронавт болғың келеді ме? Have you ever wanted to be an astronaut? Яғни астронавт болғанды қаладың ба осы уақытқа дейін? Would you like to go to the moon or travel into space? Айға барғың келе ме, или ғарышқа ма? What kinds of people become astronauts? Қандай адамдар астронавт болады? How important is the job of an astronaut? Астронавттың жұмысы қаншалықты маңызды? What planet would you like to travel? Қандай планет саяхаттағың келеді? Осы 6 сұраққа жауап беріп, екі картаның біреуін таңдап жауап берсеңдер, оған 6 балл аласыздар. Барлығы 24 балл, және 4 дағды бар. Сол әрқайсысы 6 баллдан, сонда 24 балл шығады. Мінекей талдап болдық. Тағы сұрақтарың болса, комментарийға жазып, және анық па, анық емес па, соны да жазып берсеңдер. Және де
Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Алда әліде БЖБ, ТЖБ және басқа да тақырыптар болады. Ұсыныстарыңмен әрине басқа тақырып, үй жұмыстарын сұрасаңдар болады. Excel бойынша, яғни Excel кітабы бойынша. Okay, goodbye and good luck. Сендерге сәттілік тілеймін, оқушылар. Сау болыңдар.